Üyler üçün material gerek. Көрсетер үшін Удебетің сайтқа қоябыз. Ең бірінші Удебетмен таныстырып кетеді. Мен Салимов Махмуд Бакирұлы, менің ұлым Салимов Дамир Махмуд. Ол көп ұлып сирайды. Біз Ростов қаласында татар һәм башқұрт общественная организация деп аталайын біз. Татар башқұрт яқташтар деп аталады. Şu башқұрттарды алып барамыз енді уақыттан. Бұнда башқұрттардың ханы көп мә? 700-ден артық мың тирәһе Ростовта башқұрттар яшайды. Бізге етерлік. Мен ешіткенімінде бұндағы патриоттар Башқұртстандағы патриоттарға қарағанда нығырақ деп ешіткенім. Дөрес бұға. Патриотлар өтерлері бар. Біздің Дамир ұлы бұл әрбір ел сайын жүрегіміз Бородиноға башқұрт киімі киініп, Елдар Шаяхметовтың полкына, бірінші полкқа кіреміз. Мұнда Донской военно-исторический клуб бар, казаклармен бірге. Олар башқұрт тарихы бек жақсы казаклар, дон казаклары. Шынағын Лейпцигқа бардық Дамир бұлты. Лейпцигта битвы народов деген ұлыс болған. Мен де 1900 жылда Лейпцигім. Шында 7 башқұрт полкі қатнашқан. Şu 7 башқұрт полканы ülkeye Barclay'da Tony'de bulgan личный конвой. Бидиксон'da тоже башқұртлардың личный конвойы болған. То есть, шына Лейпциг қалағанда комендантский службаға қалған 12-ші полк. Менің башқұрттар бүтін жерде қалдырған память. Біз Шварцы қалағына бардық, онда алтын оқты қойдық, немістермен бірге сиркеуге бек көп мероприятияларда қатнашып. Анда Юлай деген жігіт атты ебет оқты. Аға атып көрсеткен. Біз бүтін атып көрсеттік. Фаталауы да бар. Біз Юлай деген жігітмен бірге оқығайнық. Галиулин. Галиулин Юлаймен бірге оқынық. Бүтін білеміз. Менің «Истоки» деген газетта еженедельlik өсілі 7 номерлі менің Лейпциг тұрағында сықты әсерлері. Бұлай мен журнал Уфа, Бельский просторы, «Истоки», Шоңқарлала бақып сағандылар. Башқанда мені оқып білелер. Ауыла Ростов қалағында yaşayып. Немемнен шоғылына әгі бұлай тұрмышта? Біздің мына Ростовтағы башқұрт полкына Керетағын Ищенко Саша деген біздің кешіміз бар. Енәгі башқұрт, атағы дон казағы, башқұрт киімі тегіп, башқұрт киімі тегіп жүрек. Потом Маченков Саша бар, тоже башқұрт киімі тегіп алған. Башқұртып Азовтала қатнаша, 12-сі июньда Вольный дом деген жерге башқұрт барауы. Бұна бүгін Хавантуйда башқұрт киіміне киініп, отларға үйресеклер бірін дом казаклары. Өзіміздің тарихты ғаты көреймін. Бұлай мен пенсияда, мен военный кеші подполковник болып пенсияға сықтым. 25 жыл қызмет етіп өткез. Олар старший лейтенант, ол запасы, öyle государственной службы. Şulay yaşayın. Otoritör sağ Başkırstan'sı. Krasnodar bilen bilen, Kalkatavay bilen bilen, Anapa'da Marsovay, Armavir'la başka uyuşmaları bütününde bilen связь var. Bir köşe связь var. Yara? Yaray, rahmet sizge.